Дінге жасырын шақыру кезеңінде исламды мойындап, сол үшін мүшриктердің аяусыз азаптауына душар болған алғашқы мұсылмандардың бірі Біләл Хабаши аталып кеткен Біләл ибн Рабақ. Хазіреті Біләл мұсылмандардың қас жауы Умайя ибн Халабтың құлы болып жүргенде, Хазіреті Әбу Бәкірдің себеп болуымен мұсылмандықты қабылдаған. Қасқаған сәтте көңіліне қонған иман нұры Хазіреті Біләл үшін батылдықтың қайнар бастауы болды. Құл бола тұрып, қожайыны мен мүшриктердің ауыр азабына кеудесін керіп, иман келтіргендігін ашық түрде жария етті. Рас, имансыз жүрек тастан да қатты, Алладан қорықпайтын ұждан, жартастан да сезімсіз, жүрегі тас метін ұжданы жақсылыққа сет етпейтін адам аталатын екі аяқты мақұлықтан мейірімділік күту де ерсілік. Мұндайлар жыртқыш айуаннан бетер. Исламның ата жауы Умайя ибн Халаб та осындай қара пиғылдардың бірі. Хазіреті Біләл осы жауыз мүшриктің басы байлы құлы еді. Дұшпанның көзімен қарағанда Хазіреті Біләлдің бір Аллаға иман етіп, оның елшісін мойындауы кешірілмес күні. Сондықтан қожайыны байқұс құлдың басында әңгір таяқ ойнатып ойына келгенін істеді. 24 сағат бойы ас сусыз байлап, кейде мойнына қарға бау салып, бала шағаға ит сияқты жетектетіп, көше аралатқызатын Умайя ибн Халабтың ешбір жазасы оны дегеніне жеткізбеді. Хазіреті Біләл иманмен көңілі бір жола тұтас Аллаға бар ықыласымен берілген еді. Жүрегі Хазіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам деген сүйіспеншілікпен толып тасып, қанша қиналса да алған бетінен қайтпауға бекінген. Қорлық пен зорлыққа тістеніп тұрып, мүшриктердің алдында жаратушының бірлігін айтудан жалықпады. Қинаған сайын қуаттана түскендей, Аллаху ахад, Алла жалғыз, Алла біреу, Мұхаммед оның елшісі деуден танбады. Умайя ибн Халабтың көздері қантылап, қайтсем де дегеніме жетем дегендей, Хазіреті Біләлді шыжыған ыстықта далаға қайнаған тас пен құмның үстіне жатқызып, аузына қорап кеткен бір кесек етті тығып, кеудесін ауыр таспен бастырып, я сен өліп аузыңа құм құятын боласың, я да Мұхаммедтің дінінен безіп, Лат пен Ұзаға табынатын боласың. Арманыма жеткенше азабыңды ауырлатпаспын, деп гүрілдейтін үстінен төніп тұрып, алайда жан-тән мен иманның күшін сезінген Хазіреті Біләл қиналып жатып, мен Лат пен Ұзаны өлсем де мойындамаймын, Алла біреу, менің тәңірім жалғыз Алла, оның ортағы мен серігі жоқ, болуы да мүмкін емес. Алла, Алла, Алла деп ышқына айқайлаумен болды. Мұны естіген қожайынның қаны басына теуіп, нөкерлеріне бұйырып, Хазіреті Біләлді сау тамағын қалдырмай сабап, есінен тандырып, шіліңгір аптапта далаға тастап кететін. Хазіреті Біләлдің осынша ауыр азаптан қорғанар сауыты жүрегіне мықтап орныққан иманы еді. Иман бүкіл дүниені жалғыз құдіретке бағындыратын иман. Қақтағыланың ұлылығына сенім шексіз, берушілік адам баласы үшін таусылмас таяныш, сарқылмас сүйеніш. Бұл адамзат жаратылғалы бері өлмей, жалғасын тауып келе жатқан асыл да қасиетті қағида. Өкініштісі, пендешілік осының парқына барғыза бермейді. Аллаға иманы күшті адамды мына өмірде ешкімде ештеңеде жеңе алмайды. Хазіреті Біләл асқан қаһармандығымен иман нұры әрі қуат. Нағыз иманды адам күллі әлемді аузына қарата алады деген ақиқатты айғақтағандай еді. Хазіреті Біләлді ұрып соғу, тепкілеп, төмпештеу күн сайын, сағат сайын жалғаса берді. Бір күні сол маңнан өтіп бара жатып, осындай азапты оқиғаның куәсі болған Хазіреті Әбу Бәкір Умайяға:
сен Құдадан қорықпайсың ба? Бұл байқұсты қашанға азаптай бермекшісің дейді. Жаның ашып қалыпты ғой, шындыққа келсек, өзің кінәлісің. Сенімен өзгертіп, қайдағы жоқты шығарып жүргеннің бірі сен емессің бе? Дым білмегенсіп, жанашыр бола қалыпсың, деді. Шын аясаң, сатып алып, құтқармайсың ба, дейді. Умайя кекесінен. Хазіреті Әбу Бәкір: ей Умайя, менің қол астымда сенің дініңді ұстанатын бір құл бар. Өзі еңгезердей, Біләлден әлде қайда күшті. Соны саған берейін, ал Біләлді маған бер, айырбас жасайық, деді. Жарайды, деді Умайя. Артынша әлгі айтқан құлыңды әйелімен қоса бересің онда. Хазіреті Әбу Бәкір мақұл деп келіскендігін білдірді. Сол-ақ екен. Умайя жымысқыланып күлді де: құлыңның әйелімен қоса қызын да бермесең болмайды, деді. Хазіреті Әбу Бәкір бұған да бас изеді. Бірақ жексұрын Умайя мұнымен де тынбай мазақ қылғандай: үшеуіне 200 динар қосып бермесең келіспеймін деп қиқарланды. Бұл жолы Хазіреті Әбу Бәкірді ашу қысты. Неткен ұятсыз едің, беретін түрің де жоқ, кімді ақымақ етіп тұрсың, деп төніп келді. Умайя қорқып кетіп: жоқ, Лат пен Узаның атымен ант етемін, осы сұрағандарымды берсең Біләл сенікі, деп кері шегіншектеді. Хазіреті Әбу Бәкір айтқандарын беріп, Хазіреті Біләлді залымның қолынан құтқарды. Құтқарып қана қоймай, оған бас еркіндігін берді. Көп ұзамай Біләлдің анасы Ғамаманы да сатып алып, күндіктен азат етті. Біләл Хабаши пайғамбарымызға шын берілген бір туар азамат, мұсылман қауымның алғашқы азаншысы. Оның пайғамбар сәруары Хазіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам деген сүйіспеншілігін айтуға тіл жетпес. Бір сәтке де қасынан ажырамайтын екі дүние сұлтаны Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ақыретке аттанғанда қайғырып Мәдинада қала алмай Шамға кетіп қалған. Сол тұстағы халифа Хазіреті Әбу Бәкір Біләлдің алысқа кеткенін қаламай, қанша жібермеуге тырысса да, Хазіреті Біләл: уа Әбу Бәкір, рас, сен мені құлдықтан құтқардың. Егер мені өзің үшін азат еткен болсаң, онда алып қал. Ал егер Алланың разылығын көздеп сатып алған болсаң, еркіме жібер. Алланың жолында жихадқа қатысайын, деді. Хазіреті Әбу Бәкір рұқсат берген соң, Хазіреті Біләл Хабаши Шамға барып, ислам туын көкке көтеріп, бірнеше соғысқа қатысқан.